Нұрлан аға, адамдар жұптарымен жаралған дейді. Алла тағала неге бізге выбор жібере ме? Жар таңылуда әлде пешенемізге жазылған сол бір адамды кездестіреміз бе дейді. Дұрыс сұрақ. Өте дұрыс сұрақ. Мынау сенсің, кішкене томпақ қызсың. Мынау қазақтың жігіті. Екеуің бүйтіп келе жатасың да, жазылған негізі тағдырыңашы. Сен былай өтіп кете бересің, ол былай өтіп кете бересің. Сәлеметсіз, здрасте. Добрый утро өтіп кете бересің. Болды, өтіп кете береді өмір. Жазылғансың ғой сен енді. Томпақ қыз кетпейді. Мынау маған жазылған спортсмен. Бұл кетпейді деп жүре берсең, кете бересің. Өмір кете бер. Былай, здрасте өтіп кете бересің. Егер сен бұған прямой айтпасаң, бұл саған прямой қайырлы өміріңді жалғап екеуің бірге кетпесін. Өтіп кете бересің, сон өмір бітеді. Солай мәселе. Сондықтан аппақ атпен, көк атпен келеді деген сөз жоқ. Сіз өзің әрекет қыласың, сон бар болса бар болады, маңдайыңдағы көресің арзан. Таппай жатсаң, басқаша жазылған шығар. Бір адамға жабысып қалмау керек. Сен Дженнифер Лопес болсаң да, ол Тимати болса да, айналайын, өтіп кете беру керек болды. Амандасу керек, сөйлесу керек. Осылай ойым бар. Неге көзіңді қысып отырсың маған? Ұнайын ба? Ұнасаң ал дейсің. Ал деп прямо айтасың. Алса алады, алмаса қояды.